Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте тәтті, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын творожные треугольники деп аталатын печеньелерді бірге жасайтын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Достар, бұл жерде біз барлығында таразыға салып жасаймыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы 100 грамм сары майымызды саламыз, және үстіне менде үйде 220 грамм творог шықты. Шамамен 220-250 грамм аралығында творог саламыз. Сондай-ақ 2 ас қасық тәттілігіне байланысты қант, 1 жұмыртқа және ванилин немесе ванильді қантты қосып, барлығын блендердің көмегімен жақсылап бір келкі массаға айналғанша блендерлейміз. Міне біздің творогымыз түйіршік емес, осындай жұп-жұмсақ әдемі массаға айналады. Енді үстіне міндетті түрде електен ұнды өткізіп саламыз. Ұн 160 грамм керек болады, және шай қасықпен 1 қасық разрыхлитель салып, барлығының осындай ең алғаш лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен қолымыздың көмегімен біздің массамызды біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Достар, сіздер де дәл осы рецептімен міндетті түрде ірімшік қосылған печеньелерді дайындап көріңіздер. Сырты қытырлақ, маған өз басыма өте қатты ұнады. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап, өзіңіздің отбасыңызды және балаларыңызды қуантыңыздар. Айта кететін жайт, жаңағы қамырымыз дайын болған кезде салафан қалташасына салып, тоңазытқышқа шамамен 20 минутқа қоямыз. Сол кезде біздің қамырымызбен жұмыс істеу оңайға соғады, әрі жабыспайтын болады. Дайын болған қамырымызды тура ортасынан 2 бөлікке бөліп, 2 зуала қамырды осылай кішкентай әрі жұқа етіп жайып аламыз. Мінеки, астына ұнды осылай молырақ сепсеңіздер, қамырымыз жабыспай әдемі жайылатын болады. Және осындай бутылканың бас жағымен мен өзіме осындай формочка жасап алғанмын. Осылай кессеңіздер немесе стаканның көмегімен кессеңіздер де болады. Енді жайпақ тәрелкемізге осылай қантты саламыз да, жаңағы кескен дөңгелек печеньелерімізді бірінші дөңгелек жағын бір батырамыз, және дәл осы видеодағыдай осылай ортасынан бүктеп тағы бір батырамыз, және қантқа бастырылған жағын тағы бір бүктеп, ең үстіңгі жағын тағы да бір қантқа батырып саламыз. Сол кезде біздің осындай 3 бұрыш көлемді печеньеміз дайын болады. Тағы да бір көрсетейін. Бірінші дөңгелек түрінде бір батырамыз, және ортасынан бір басып, әр басқан сайын үстіңгі жағын ғана батырып отырамыз қантқа, және противенімізге орналастырып шығамыз. Біздің печеньелер пешіңіздің ыңғайына қарай 180-200 градус қызып тұрған пеште шамамен 25-30 минут аралығында осылай қызарып әдемі болып пісіп шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.